Қандай сыйлық келгенін көріп жатырмыз. Аха. Бұл сыйлық ұнады. Ұнады ма? Иә, Заринаға бұл сыйлық ұнады, бірақ мына сыйлық ұнамады дейді. Маған да. Мындай ғой. Шын кепті қойшы. Әдемі екен. Түсі де сізді ашып тұр. Өте әдемі болып тұр. Енді анасына бір ауыз рахмет айтып жіберсеңіз болады. Негізі қырсығып отырған Зарина сәл бір жібігендей болған сияқты. Я бір нәрсе себепші дейді ғой. Ләззат ханым, көп рахмет сізге, Алла разы болсын. Өте қуаныштымын. Шынымен кәдімгідей сыйға сый деп жүретін кісі екен да, мүлде күтпедім, және бір риза болатыным негізі осындай мінезімді қанша көрсетсем де өмірімде бұндай бала көрмеппін. Тәуіржан үндемейді ғой, ләм-мим демейді, қарсы сөйлемейді. Қойшы сен айналайын деп қолын сілтеп кету вообще ондай жоқ қой. Үндемей күліп тұра береді да. Мен үйде көкем сондай да, ешқашан дауыс көтеріп айқайламайды да, енді отбасында. Сол бір андай риза боламын да сондай ер азаматтарға ше. Алтыншы сөйлесіп, чотан бір танысайықшы, дұрыстап деген сияқты бір танысу болды ма, болып атқан жоқ па? Менің көз қарасым просто екеуің бір-бірлерінің жұмыстарыңды көтеріп жүрген сияқтысыңдар, просто болды. Енді жұмысты білмеймін, бірақ бізде шынымен Тәуіржан жеке өзі келіп, Заримен сен алып кетейін деген сияқты моменттер болмаған. Біз всегда солай командамен, әйтеуір бір адам болады жанымызда, солай кездесеміз. Бірақ енді тамақтанған уақытта бөлек отырамыз. Мысалы, Тәуіржан алдыңғы жұма күні ғана айтқан еді, мен саған не ұнайтынын білемін деген сияқты. Бірақ мысалы маған мандариндер ұнамайды. Мен специалист дедім, бұл кісі кішкене кеше қырсықты ғой, мен ұнамайтын нәрсесін алып келейін дедім да. Бірақ все-таки съедобный нәрсе ғой. Асыл просто мен организме жақпайды да, басқа нәрселер мен цитрус. Енді обязательно өз жемесе де болады, мысалы біреуге қуантса болады, или там қасындағыларға берсе болады деген сияқты. Сіздердің қарым-қатынастарыңыз қызық екен негізі. Кішкене басқаша болып тұр, иә? Басқаша екен, иә? Сосын енді жалпы мысалы оңаша кездесуге қарсы емессіз ба? Кездесе аласыз ғой? Иә, мен қарсы емеспін. Онсыз да бір адамдар жүретін жерде жүреміз ғой, бір жалғыз өзімізге қалмаймыз ғой, ешқашан. Білмеймін. Жалпы оны тұрған ештеңе жоқ, шығуға дайынсыз. Иә, дайынмын. Ол үшін Тәуіржан жақтан ұсыныс түсу керек менің ойымша. Жоқ, мен наоборот, мен былай ойлап жүрмін ғой, короче, если тек екеуміз ғана отырып қалсақ, типа біртүрлі болып қала ма деген, оны мен ойлаймын да, бірақ все-таки кездесу келген кезде